Бәріне сәлем, менің есімім Майжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен жаңадан бастап жатқан блогермін, YouTube'ымды жүргіземін, пайдалы ақпараттармен бөлісемін, Instagram'ымды жүргіземін. Осы бүгінгі видеода убеждение, установка дегеніміз не, және ол біздің өмірімізге қалай әсер етеді, сол туралы айтқым келеді. Себебі қазір менің қоршаған ортамда подружкаларым осындай убеждение деп айтқан кезде, ол не Айжан, түсіндірші деген сияқты сөздерді естимін, и көбісі білмей жатады екен. Сондықтан осы видеода түсіндіргім келеді. Мен де бұл ұғымдарды білмейтінмін, және 2020 жылы осы ұғымдар өміріме енгеннен кейін шынымен де өмірім өзгеріп бастады деп ойлаймын. Менің ойларым, менің әдеттерім, менің вообще өмір салтым өзгеріп бастады. Осы ұғымдар менің өміріме енгеннен кейін. Вообще установка убеждениені айтпас бұрын вообще сенім туралы айтқым келеді. Яғни айтып жатады ғой, мысалы дінде де Құдайға деген сенім, сен өзіңе деген сенім, басқа адамдарға сену керексің деген сияқты. Солай сенім бұл жердегі ең бірінші рөлді атқаратын ұғым. Сен неге сенесің, негізі сол болады өміріңде. Және де осы убеждение ол сенің сенетін ойың. Сен бір нәрсеге сенетін болсаң, сол нәрсе сенің өміріңде болып жатады. Бізде установкалар тоже бөлінеді, ол негативные, позитивные деген сияқты. И мен өмірімде бір кездері өте негативный установкалар өте көп болды. Реально менің өмірімде өте көп болды. И мен өзімді ужасно сезінетінмін, андай бір бақытсыз өмір сүретінмін, шынымды айтсам. Студент кезімде осындай 1,5 жылдай негативті ойлармен өмір сүргенім есімде қалыпты. Сол кезде қандай ойларға мен сенетінмін. Мысал ретінде айтқым келеді, чтобы сіздер дұрыстап түсіну үшін. Мысалы, мен осындай ойға сенетінмін. Мысалы, менің убеждением, менің жолым болмайды. Осылай сенетінмін соған прям. И сондай ситуациялар мен өмірімде орын алатын. Менің жолым болмайтын. Мысалы, экзамен кезінде маған ең қиын билет түсіп қалатын. Менен ең қиын сұрақтардың жауабын мұғалімдер алғысы келетін, маған бірдеңе жетіспей қалатын деген сияқты. Сондай бір менің жолым болмайтын ситуациялар өте көп болатын. Мен ютубта тоже бір айтқаным, бір ситуация, мен сағат алғым келген, маған қатты ұнайтын, сол моментте сатушы сындырып алған, и мен сол сағатты ала алмай қалған деген сияқты. Сондай бір ішінен ойлайтын, мен жолым болмайды. И подружкаларым бәрі айтатын, мен жолым болмайды, сондай деген сияқты. Ол прикол ұстап айта беретін, бірақ шынымен де сондай ситуациялар болатын. И негізі ол өте негативті ситуациялар ғой, маған қатты жаман әсер ететін деген сияқты. Сонымен біз түсініп алдық, убеждение, установка деген біздің түп санамызда жатқан біз сенетін ойлар. Бірақ түп санаңды зертте деген сияқты ондай қиын нәрселер айтқым келмейді. Просто қазір ойлап көріңіз, сіз қандай не ойланасыз, белгілі бір нәрсе туралы. Мысалы, спорт туралы не ойланасыз, қарым-қатынасыңыз туралы не ойланасыз, денсаулық туралы не ойланасыз, ақша туралы не ойланасыз деген сияқты. Любой нәрсеге біздің өзіміздің ойымыз бар да, сенетін. Мысалы, менікі басқа болуы мүмкін, сіздікі басқа болуы мүмкін деген сияқты. И сенетін ойлардың бәрі біздің убежденияларымыз, біздің установкаларымызға жатады. Осыдан кейін сұрақтар пайда болуы мүмкін, егер негативный болса, біз оны қалай өзгертеміз деген сияқты. Қазір тоже бір практикамен бөлісемін, мен кітаптан алған. Маған қатты көмектескен кітаптардың бірі, мен прям бәріне осы кітапты оқыңдар күшті деп бәріне рекомендация жасап жүремін. Менен если сұраса да. Ол кітап маған қалай тиді? 2019 жылы біз подружкаларымызбен Тайны Санта дегенді ойнаймыз. Тайны Сантада әркім өзіне ұнайтын нәрселерді жіберіп, сондай болды ғой деймін, кажется. И мен сол кітапты таңдадым, маған осы кітапты подарить етіңдер деген сияқты. Кажется, солай болды. И маған сол кітап қолыма түсті. Бірақ белгілі бір уақытта мен оны оқыған жоқпын. Потом біз карантинге кетіп қалдық. 2020 жылы январдан бастап, карантинде енді ішің пысып, не істеріңді білмей, мен ол кезде TikTok жүргізіп, сондай социальный сеттерге қызығып деген сияқты. Потом параллельно сол кітапты оқып бастаған болатын. Сол кітапта осындай бір тарау болады. Установкалар, біздің өмір, установка дегеніміз не, осындай біздің өмірімізге қалай әсер етеді, оны қалай өзгерте аламыз деген. Сол жерде мен түсіндім, что біздің установка, ол жерде былай айтылады, мысалы, мына жерде тұр ғой, стол, столдың 4 аяғы бар. Біздің установкамызда сол ойлармен подкрепиться етіледі. Мысалы, ол жерде көбінесе ақша туралы айтылады да. Мысалы, ақша жаман дегенде, белгілі бір ситуациялар оның есінде қалады деген сияқты. Тағы бір аяғы, мына ситуацияда ол нәрсе дәлелденген, мына ситуацияда ол нәрсе дәлелденген деген сияқты. Сол жердегі бір практикада айтып кетеді, сіз де осылай өзіңіздің ойларыңызды жазуыңыз керексіздер. Мысалы, ақша жаман десе,
сен керісінше ой жазуың керек. Жоқ, ол жақсы. Мысалы, оны мен балалар үйіне барып белгілі бір игрушкалар алып беруге болады деген сияқты. Ақша ол жақсы, ол сенің качественный өмір сүруіңе көмектеседі деген сияқты. Солай сен сразу кері ойларды жазып бастайсың. Сен өзің установкаңды жазасың, ойыңды, кері 2 ойды жазасың деген сияқты. Мысалы 3 ой, 4 ой, солай жазып, қаншалықты көп ой болады, кері ой, солай жазып установкаларды өзгертуге болады деп. Сол кітапты оқып алғаннан кейін практика жасап көрген болатын, бірақ бұл жерде ескеру керек, сіздің өміріңізде ол өзгерістер сразу болып кетпейді да. Яғни біздің қатып қалған ойымыз тұр ғой, қатып қалған, оны жібіту үшін уақыт керек деген сияқты. Мысалы, сен қақаған аяздан прям тоң үйге кірсең, сразу жылынып кетпейсің ғой, белгілі бір уақыт өткеннен кейін ғана жылынасың. Сол сияқты осындай біздің қатып қалған ойларымызды жібітуге белгілі бір уақыт керек болады. Біздің ойымыз өзгеруіне уақыт керек болады. И содан кейін, мысалы, 2021-де мен универ бітірдім, потом жұмысқа тұрдым, ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеп жүрдім. Менің зарплатам сол кезде 150 000 теңге сондай болатын да. 150 000 теңге, одан да аз ба, сондай болатын. И каким-то образом осы практикаларды мен жасап, оқып, тағы да солай істеп жүрдім. Басқа қалай ақша тапсам болады деген сияқты ойларды ойлап жүрдім. Мынаны алғым келеді деген сияқты. Соларды ойлап жүріп, мысалы, мен 150 000-нан, мысалы, көбірек табатын, там 250, хотя менің зарплатамыз да 150, 250, сондай табатынмын. Басқа способтарын іздеп бастайтын, белгілі бір тапсырмаларды ақшаға жазу деген сияқты, өзінің услугаларын сату деген сияқты, сондай нәрселерді дополнительно жасап жүргеннің арқасында маған жаңа мүмкіндіктер көріне беретін. Содан кейін курс оқып бастадым, осындай маркетинг саласына қызығамын, осы жаққа келемін деп, социальный сеттер жүргіземін деп, осы жаққа келдім. Солай өзімді іздеп, жаңа мүмкіндіктерді ашып жүрген болатын. Потом Алматыға көшемін деп, Алматыға көшіп кеттім деген сияқты. Ол кезде мен Өскеменде жұмыс жасайтынмын, оқитынмын. Сөйтіп өзім армандаған бір, өзіме шынымен де ұнайтын бір өмірді құрағым келді да. Яғни біздің бәріміздің ішімізде қалайтын нәрселер бар да. Мысалы, осы жаққа көшкім келеді, осы жерде тұрғым келеді, осы жерде оқығым келеді деген сияқты. И сол нәрселердің болуына біз өзімізге көмектесу үшін осындай бір бізді шектейтін ойларды алып тастауымыз керек. Мысалы, жақында бір танысыммен сөйлесіп қалдым да, и ол айтады, мен осындай тренировкалар түсіргім келеді, осындай продвигать еткім келеді, бизнес ашқым келеді деген сияқты. Бірақ қазір ештеңе жасап жүрген жоқ, бірақ ойында жүр да, яғни идея ретінде ғана жүр. И мен ойлаймын, ол адамның миында, басында белгілі бір шектейтін ойлар бар. И ол ойларды алып тастаса, негізі бүгін-ақ сол әрекетке көшіп кетуге болатын еді да. Белгілі бір рилстарды салып, товар сататын страницаны упаковка жасап деген сияқты белгілі бір әрекетке көшуге болатын еді. Бірақ ол идея болып қалып жатыр дегенім ғой. Яғни осы нәрсеге бізге көмектесетін, осындай бізді шектейтін, бізді тармайыз етіп тұрған ойларды өзгерту да. Осымен видео аяқталды. Егер сіздерге пайдалы болса, маған комментарий жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар, маған подписаться етіп алыңыздар, менің инстаграм каналыма подписаться етіп алыңыздар. Соңында айтқым келеді, жақсы ойларды да, жаман ойларды да таңдайтынымыз өзімізбіз. Сондықтан тек қана жақсы ойларды таңдайық деп айтқым келеді. Барлығына пока.